Сапарғали Шұғыла 10 сынып оқушысы, менің кіші отаным қатысушысы. Амантоғай жалпы білім беретін мектебі Қостанай облысы Амангелді ауданы. Туған жердің топырағы да ыстық, елі де қасиетті демекші, ауылымыздың ардагері Байниязов Абылай ағамыз бар. Тағдыр дегеннің жөні бөлек қой, талай жанға сынақ берген көмек қой. Абылай ата жігіт еді нартылға, елге тірек, ерлік жолы өшпес ой. 20 жаста әскер қатарына аттанған, ерлер жолы, намыс жолы батылдан. Сол бір жылдар елге адал қызметі, ауған жерге бірақ түсті от алған. Алдымен Чита, кейін Белогорск бағы, батырлықтың жалындаған шағында. Көлік тізгін ұстаған 16-дан, еңбек етті совхозда бір жалындап. Машина айдап адал еңбек еткенде, қиындықты қаймықпай-ақ өткерде. Әскерде де сол маманды жалғапты, елге адал жүрегі бар леппенде. Тағдыр деген өмір жолы тайғақтау, бірақ оны еңсеретін айбат бар. Абылай ата соның бірі шын үлгі, ұрпақтарға өнегесі айбарнар. Желтоқсанның соңғы күнгі шағында жолға шықты жас сарбаздар тағында. Құпия сыр ешкім білген жоқ мұнда, тағдыр күтіп тұр екен алда шағында. Читадан шықты, Алматыға жеткен, бұл жақсы ғой деп үмітпен беттеген. Бірақ көп ұзамай терме жаққа жол салды, соғыс өрті қарсы алды оларды кенеттен. 15-20 күн жаттықтырып үйретті, мылтық ұстау жүрек қайрат жігерді. Сонда білді Ауғанстан деген ел барын, қайда келіп, қандай жағдай болғанын. Абылай ата жүргізуші болды да, МАЗ 554 тергеді соғыста. Күнде Кабул жолдар мен жүктер тасып, өлім мен өмір арпалысқан тоғыста. Жолға шықса 30-40 көлік бірге, күзет мықты, қауіп толы ілгеріде. Түн мен күндіз айырмасыз шақтарда жүрек қаққан туған елдің дүрсілімен бірге. 40 жыл қырғын болса да, аз жалсыз жан өлмейді. Тағдыр деген тарау бар, талай сырды шерлейді. Жалындаған жастық шақ, жолға түсті сонау шақ. Чита деді елсенді, ал майданда қанды бақ. Хаттар келіп тұрды үйге, жан жылытқан әр жолы. Бірақ ол хат жалған үміт, майданда бар бір тоңы. Жарылыстан күн-түн өтіп, жан сақтады тәңірге. Ажал жақын, бірақ үміт сенім берді өмірге. Абылайға Ауғанстанға барғанда сіз сонымен қалай хат алмасып отырдыңыздар? Хабарласып, хат алысып тұрдық, хат алып тұрдық, хат алып тұрдық. Әуелі бір жерге бар. Сөгілдеуіске ма, бір жерге барды да, содан кейін ойбай Ауғанстанда соғыс болып жатыр, соған бұрын Ауғанстанға сол адам солар ұқсас адамдар қара адамдар керек екен деп, қара ғой Абылай. Сондай қара адамдар керек екен деп, жинап жатыр деп естідік. Солай тұр. Содан сол январда ма, февральда ма, сол Ауғанстанға алып кетті ғой. Ауғанстанға барғанда қандай сезімде болдыңыз? Бізді Ауғанға барасың деп айтқан жоқ. Термеске түскеннен кейін барып білдік. Сол жерде айтты, Ташкенттік терместен қалсында. Енді жаспыз ғой, қорықтық. Мылтықтар атылып атты, автоматтар өшірілген. Артынан өзі үйрендік. Енді онда жол жақ ыстық, тау тас, жүргенде өзі қорқасың. Қай жақтан атады екендік. Анау таудың басынан жеңіл өтіп баратқанда таудың үстіне тас тастайды, тоқтан атады. Қорықтық. Барған кезде бізде тамақ болған жоқ, какао берді. Сосын бірыңғай сухой пайок. Баня болған жоқ. Біз бір алғашқыда бардық. Вот қиыншылық сондай болды. Анау арықтан су ағып атады, оны ішкізбеді, улап жібереді, айтады, бүйтеді. Енді ол жақтың түні салқында, күндіз ыстық, миыңды айналды. Сол қиыншылығы сол болды. Артынан үйрендік ол жаққа жаңағы бәрін. Анау атылып атқан кезде терместен жолда қорқып едік, артынан оғанда адам үйренеді екен, үйрендік. Сол өзіміздің тұрған жасының палаткасынан отан артынан қазып-қазып екі арасы 2 метрден екен. Окоп қазырды, сонда бір қатыс көбейіп кетсе, сонда алып барады, сонда қорғанамыз. Бірақ бізге шабуыл ондай жасаған жоқ. Біздің қасымызда болған басқа жастылар болды. Үшеу болды, таудың ар жақ бетінде сезіп тұрды. Сол жағдай. Сол енді Ауғанстанда сізде болған ең қорқынышты және сосын қызықты жағдай деп көрсеңіз. Ең қорқынышты. Енді ең бірінші кезде рас қорықтық. Бізге айтты,
қолыңды шошайтып біреуге қарап қолыңды көрсетпе дейді. Сосын біреудің бетіне қарап күлме дейді, сөйтіп айтты бізге. Ал енді сол жерде ең бірінші барған кезімізде бір келіншек, ол жақта келген бәрі паранжамен жүреді, түрі көрінбейді. Бір келіншекті көрдік, қыз ба, сонда жаңағы күлгім, сол жетіп келіп өздерінің тілінде ме, ол жерде Индияның да қыздар болды, Пакистанның да болды, сонда келген жүрген. Солар қайсы екенін білмеймін, әйтеуір беті паранжасы жоқ, сол деп айқайлап неғылды. Ал жанындағы кетіп бара жатқан ауғанның еркегі келіп, ол да айқайлады, көзі қып-қызыл. Сонда қорықтым расында. Бізге алдында айтқан, ондай күлуге болмайды, қол шошайтуға болмайды. Қорыққан жерім. Ал енді қуанған жерім, ауылға жақындағаннан кейін кетуге қуандық. Өзі анада аэропортқа барғанда Тенегроппенен самолетке салып жатады. Соны көреміз сыртынан. Сондай болып кетпей әйтеуір ауылға енді кетеміз ау деп аман есен. Сонда неғылды, қуанып. Бір жерге барып келгеннен кейін рейске аман келсек соған қуанатын тұрмыз. Үйімнен хат келеді, соны оқисың. Сол жерде, сол жақта жүрген кезде отличник советской армии деген жасты да неге төсіп келген. Жаңағы ол жерде сол Ауғанстанда жүрген кезде письма матери дейді, оған хат балам жақсы сол жетеді екен, осылай осылай. Ондай да жіберді үйге. Осылай балам жақсы сол жетеді жатыр екен. Сосын біздің жасты да дұрыс почет өте болған, сонда тұрдым. Жаңағы жақсы шопырларды алғанда техниканы білеген. Мен өзі 2 жыл ауылда шопырлық барып бардым. Анда правас барған балалар правын ағаттап барады, талай қиыншылық болды. Сол Ауғанстанда, сол бір жыл болдым. Сол басыма өткендер сол. Творец Аминге бардық, көрдік, 2 бассейні бар. Ойбай Аминнің бәлен әйелі барып төмен қоласы болған деп. Жаңағы арасында да мрамордан салған әдемі таудың басында тұр. Екінші таудың басында көк дөңгелек тұрады. Оны Аминнің ресторанында. Енді ананы көргенде әйдік күштенді. Жаңа Амин. Соған жүк тасыдық, ұшсақ армия болатын болды да, соған біз жүк тасырамыз. Сұхбатыңызға көп рахмет. Менің аты жөнім Бейсенғалиев Ғалымжан Жассалапұлы. Ұзақ жылдар бойы білім саласының еңбек ардагерімін. Дос туралы, нағыз азамат туралы бір үзік сырлар. Мен сонау өткен ғасырдың 70-ші жылдары Абылай Мұхтарұлымен жасөспірімдік кезеңнен бастап бір мектепте оқыдық. Амантоғай орта мектебін бітірдік 1975 жылы. Содан бері міне іргеміз бұзылмай араласып келеміз. Елді сыйлайтын азамат екендігін осы Амангелді халқы, Амантоғай халқы бәрі біледі. Досыма бәленбай жыл жүрген. Тілейтінім тек қана үлкен денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына тек жақсылықтар тілеймін. Рахмет.